Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Өндірістік санитария пәні 14-ші тақырып: жұмысшылардың жеке және ұжымдық қорғау құралдары. Бұл қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі білім беру бағдарламасына арналған. Жұмысшылардың жеке және қорғану. Бұлар өндірістегі қауіпті және зиянды факторлардан жұмысшыларды қорғау үшін қолданылатын жеке және қауіпті және зиянды факторлардан жұмысшыларды қорғау үшін қолданылатын жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары пайдаланылады. Өндірістегі жұмысшылар әртүрлі қауіпті және зиянды факторлардың әсеріне зардап шегуі мүмкін. Мысалы, химиялық заттардан өндірістік шаң, химиялық температура, шу мен діріл, радиация және электр тоғы. Осы факторларды қорғау үшін арнайы қорғаныс құралдары қолданылады. Қорғаныс құралдары ұжымдық қорғану құралдары және жеке қорғану құралдары болып бөлінеді. Ұжымдық қорғау құралдары бір мезгілде бірнеше жұмысшыны қауіпті факторлардан қорғайтын техникалық құралдар. Мысалы, өндірістік желдету жүйелері, әртүрлі қоршаулар, дыбыс оқшаулау құралдары, автоматты бақылау жүйелері, шаң мен газды тазарту құрылғылары. Сонымен қатар бұл құралдар қауіпті факторлардың жұмыс аймағына азайтуға және оларды жоюға бағытталған болып келеді. Ұжымдық қорғану құралдарының түрлері: бірінші, инженерлік қорғаныс құралдары. Олар қоршаулар, әртүрлі экрандар және автоматтандырылған жүйелерден тұрады. Келесі, санитарлық техникалық құралдар. Бұнда желдету жүйелері, ауа тазарту құрылғылары жатады. Сонымен қатар ұйымдастырушылық құралдар, қауіпсіздік белгілері, ескерту сигналдары. Жұмысшыны жеке түрде қауіпті факторлардан қорғайтын арнайы құралдар. Олар келесі жағдайларда қолданылады: қауіпті факторлардан толық жою мүмкіндігі болмаған кезде, уақытша жұмыстар кезінде, авариялық жағдайларда және жеке қорғану құралдарының жұмысын, денсаулығын, тыныс алу органдарын қорғау құралдары. Бұларға респираторлар, противогаздар, көз бен бетті қорғау құралдары, қорғаныс көзілдірігі, бет қалқандары, дәнекерлеуші маскалар. Бұл құралдар ұшқыннан, шаңнан, химиялық заттардан, ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Арнайы киім жұмысы. Оларға арнайы комбинезон, қорғаныс қолғаптары, қауіпсіздік аяқ киім мен әртүрлі каскалар жатады. Бұл құралдар механикалық жарақаттан, жоғары температурадан, химиялық заттардан қорғайды. Жеке қорғану құралдарын қолдану ережелері. Оларды қолдану үшін құралдар стандарттарға сәйкес болуы қажет. Әрбір жұмыстың алдында тексерістен өту керек және оларды жұмысшылар дұрыс бағытына қарай пайдалану қажет. Сонымен қатар жұмыс уақытында уақытылы ауыстырылып тұруы қажет. Қызметкерлер қорғаныс құралдарын қолдану бойынша арнайы нұсқаулықтан әрдайым өтіп тұруы. Құралдарының маңыздылығы. Жеке және ұжымдық қорғау құралдары өндірістегі жарақаттарды азайтады, кәсіби аурулардан алдын алады, жұмысшылардың денсаулығын қорғайды, әрдайым еңбек қауіпсіздігін артып отырады. Өндірістегі қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету үшін ұжымдық қорғану құралдары қолданылады. Сонымен қатар жеке қорғаныс құралдарын дұрыс пайдаланбау қауіпсіздік ережелерін сақтаудың бұзылуына әкеледі. Бұл шаралар жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қорғауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.